Үйдің бағасы тағы қымбаттады. Былтыр бір бөлмелі пәтер орта есеппен 17-18 миллион теңге тұрса, қазір 24 миллион теңге. Жалақы өспей, қымбатшылық қысқан уақытта үйдің бағасын мемлекет неге қадағаламайды дейді жұртшылық. Ал мамандардың ойы қандай? Қаламқас Нысанбай айтсын. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше жаңа деп саналмайтын баспана бағасы 27%-ға, ал жаңадан салынған тұрғын үйлер 17%-ға өскен. Өңірлер бойынша жаңа баспаналар бір жылда Ақтөбеде 30%-ға, Семейде 27%, Ақтауда 25%-ға қымбаттаған. Қайталама нарықтағы үйлердің бағасы Талдықорғанда 45%-ға, Ақтауда 43%, Семейде 43%, Ақтөбеде 42%, Астанада 42%, Қызылордада 41%-ға артқан. Мәселен, астаналықтар баспана алуда аңсап жүргенде бағаның одан сайын өсуін түсінбейді ал. Үйдің бәрі қымбат. Қазір көбі квартирада жүр ғой, обал ғой. Таныстарымның көпшілігін айтатыны, тапқан табысымыздың 80%-ы тек тамаққа кетеді. Екі-үш жерде сол балаларын тастап, жаңа өрт деген теманың бәрі сондай нелерден болып жатыр негізі. Осы қайтсем енді үйлі боламын деген сияқты ғой. Дүйсен Оспанов Астана қаласында ғана баспана жеткілікті дейді, ал қалған өңірлерде пәтер жетіспейді. Мемлекет тарапынан субсидия болып, құрылыс компанияларымен келісіп, жаңағы енді мемлекеттегі жерлер бар ғой, соны құрылыс компаниясымен беріп, мысалға 50% мемлекеттің жаңағы мемлекет ол өзінің тиімді бағдарламасымен берсе, екіншісіне коммерциялық тұрғыда сатуға болады деп келісетін болса, жақсы болады. Ал экономист Айбар Олжаев мемлекетке үй бағасын тұрақтандыр деп айта алмаймыз дейді. Айтуынша баспананың қымбаттауына шетелдегі шиеленіс пен еліміздегі инфляция түрткі болған. Мемлекетті баспана бағасы неге қымбат деп жазғыруға болмайды. Бізге баспана нарығында популистік шешімдерден бәрін пәтерлерін тартып алайық, адамдардың құрылыс компанияларын әр шаршы метріне 50 мың теңгеден ғана сататындай қылып тастайық деген сияқты уәделерден өте абай болу керек. Мамандардың айтуынша мәселенің тағы шекі түсі бар. Мысалы, құрылысы біткен жаңадан салынған үйлерді қалтасы қалың жандар дереу сатып алады. Салдарынан қарапайым халыққа жетпей қалады, тағы ұзақ күтуге тура келеді. Сұраныс осылай артқан соң баға да өсе береді. Осы тұста экономистер шетелдегі сән салтанатқа арналған салық деген тәжірибені сынап көруге кеңес береді. Ол жерде егер 2 пәтерден артық үйі болса, онда салық төлеп тұруы қажет. Баспана бағасы қымбаттап жатса да сұраныс бар. Халықтың айтуынша үйді ипотекаға алу үшін де кемі 2 жұмыстан істейтін болған. Алайда әттеген ай дейтін дүние бар. Получается, всю жизнь тек кредитқа жұмыс істеп өмір сүресің болды. Даже продуктқа жетпейді. Көптің көкейкесті мәселесі осы. Қаламқас Нысанбай, Нұрсұлтан Сәулет, Айбат жаңалықтар қызметі. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар. Сонымен қатар Instagram, Facebook және Telegram парақшаларынан оқи аласыздар. Ең қызық жаңалықтан қалыс қалмау үшін қоңырауды басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіңіз.